Мен Қазақстан Республикасының азаматы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентін ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның жоғарғы кеңесі халықтың еркін білдіре отырып, өзін-өзі айқындау құқығын нақтылай түсіп, құқықтық мемлекет құра отырып және бейбіт сүйгіш саясатты жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңда Қазақстан Республикасы тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет. Ол өз аумағында толыққанды билік жүргізе алады, ішкі және сыртқы саясатты дербес анықтайды делінген. 1996 жылдың 24 қаңтарында Қазақстан Республикасы президентінің конституциялық заң күші бар Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы жарлығымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, әнұраны, елтаңбасы, гербі белгіленді. Көгілдір түсті тудың ортасында алтын күн бейнесімен ұшып келе жатқан дала қыраны бүркіт және сабының бойына салынған ұлттық ою өрнектері нақышталған тік жолақ, бұл белгілер бұлтсыз ашық аспан күмбезін еске түсіреді және Қазақстан халқын бір жолды ұстауға, биікте игілікті идея бірлестігіне шақырады. Суверенитет и территориальная целостность – вот первые неотъемлемые признаки любого государства. И поэтому я, как глава государства, верховный и главнокомандующий согласно Конституции нашей страны, выступая перед вами, защитниками Отечества, прежде всего подчеркиваю необходимость неукоснительного сохранения и отстаивания этих завоеваний. Қазақ халқының ежелгі арманы жүзеге асып, Қазақстан Республикасы тәуелсіздікке ие болды. Бұл жолдың сарабын алдымен түркі қағанаты, кейіннен Қыпшақ конфедерациясы мен Қазақ хандығын құрған ұлы бабаларымыздың бұдан 1000 жылдан астам уақыт бұрын тартқаны белгілі. Көне күлтегін ескерткіші жазуында елін елдікті етті, жауын бейбіт етті деген сөздер бар. Біз көп ұлтты мемлекетте өмір сүрудеміз. Қазақстандықтардың сан ұрпағының еңбегі де, еліміздегі барлық халықтардың жан тәні мен тағдыры да осында. Қазақстан дүниежүзінде бірінші болып өз еркімен ядролық қарудан бас тартты. Мұны жаһандық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыруға, жер бетіндегі бейбітшілік ісіне қосылған теңдесі жоқ үлес десек, ешбір асыра айтқандық емес. Сонымен қатар, бұл өз қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуге қосылған ең қомақты үлес. Осы орайда біз әлемнің барлық ресми тұрғыда танылған ядролық державаларының Қазақстанға бірлескен және жан-жақты қауіпсіздік кепілдіктерін беруіне қол жеткіздік. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігі әскери қауіпсіздік болып саналады. Ал оны қарулы күштерсіз құруда, ұйымдастыруда мүмкін емес. Сондықтан мемлекет тәуелсіздік алған сәттен бастап, ел президенті Қазақстан қарулы күштерін құруға аса үлкен көңіл бөлді. Ел президентінің 1992 жылғы 7 мамырдағы Қазақстан Республикасы қарулы күштерін құру туралы жарлығына сәйкес, оның құрамына әскери бірлестіктер, құрамалар, бөлімдер, мекемелер, ұйымдар мен полигондар, сондай-ақ біздің еліміздің аумағында орналасқан достастық елдердің біріккен қарулы күштерінің әскери мүліктері де енгізілді. 1993 жылдың 9 сәуірінде қабылданған Қазақстан Республикасы қарулы күштері мен қорғанысы туралы 1993 жылдың 19 қаңтарында қабылданған жалпы ортақ әскери міндеттер мен әскери қызмет туралы 1993 жылдың 20 қаңтарында қабылданған әскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі мен әлеуметтік қорғалу туралы заңдар пакетіне сәйкес, біздің мемлекетімізде әскери құрылыстың нормативті құқықтық базасы құрылды. Қазақстан Республикасының 1993 жылы ақпанда қабылданған алғашқы әскери доктринасы қарулы күштерді құру үшін нақты қуатты серпін берді. Қазақстан Республикасының жаңа әскери доктринасы 2000 жылғы 10 ақпанында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен бекітілді. Еліміздің қарулы күштері Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне қызмет ететін маман сержанттары даярлау ісімен
қарқынды айналысып келеді. Олар командирлер мен басқарушыларды өздеріне тән емес қызметтен босатып, оларға белсенді түрде көмек беру қажет. Және жеке құрамның кәсіби даярлығы мен Қазақстан Республикасы Конституциясының баптарын, мемлекет заңдарын сақтау, әскери антқа адалдық қасиеттерін қатаң және дәл сақтау рухында тәрбиелеу ісін өз жауапкершілігіне алуы тиіс. Қазақстан елінің тарихи қалыптасқан аумағы Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстанмен шектеседі. Мемлекет аумағы бөлімсіз және оған қол соғылмайды. Мемлекет аумағына басқа мемлекеттердің басып кіруі агрессия болып саналады. Ол халықаралық құқық бойынша айыпталады. Конституцияда Қазақстан басқа мемлекеттермен ынтымақтастық және тату көршілік қатынас саясатын ұстанатыны, олардың ішкі істеріне араласпайтындығы, даулы мәселелерді, соның ішінде аумаққа қатысты даудамайды бейбіт жолмен шешетіндігі, бірінші болып қарулы күш қолданудан бас тартатындығы айтылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы заңы бойынша біздің мемлекетіміздің өз аумағын құрлықта, суда және әуе кеңістігінде қарулы күштер арқылы қорғайды. Қазақстан шекарасын шекара әскері қорғайды. Ол аумақтың тұтастығына жасалған кез келген қастандық әрекеттерге, кез келген қарулы қақтығыстарға тойтарыс беріп, адамдарды қылмыстық озбырлықтан қорғауы керек. Олар шекара бұзушыларды анықтап ұстауы тиіс. Әскери қауіпсіздік елдің аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігіне соғыс сипатындағы нақты және мүмкін болатын қол соғу мен қауіп қатерден еліміздің ұлттық мүддесінің қорғану жайы. Қазіргі кезде қарулы күштерді қайта құруға бағытталған белсенді жұмыстар атқарылуда. Мұнда біздің еліміз өз қауіпсіздігі мүддесін, қорғаныс одақтастығы, біртұтас әскери стратегиялық кеңістікті сақтау мен дамытудың қажеттілігі аясында достас мемлекеттердің қорғаныс мүддесінде басшылыққа алады. Қазіргі кезде армия мен қоғам арасындағы байланысты нығайтуда жүйелі түрде жұмыстар атқарылып келеді. Ол қазақстандықтардың әскери қызметшілердің қызмет жағдайы мен тұрмысын жақсырақ білуге мүмкіндік береді. Әскери қызметшілерге қазақстандық патриотизм, интернационализм, аға ұрпақтың жауынгерлік дәстүріне, жауынгерлік міндет пен әскери антқа адал болу рухында тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының қарулы күштері және қорғанысы туралы заңында отандық қорғау мен республиканың қарулы күштерінде қызмет ету отан алдындағы Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық міндеті және борышы болып табылатыны көрсетілген. Конституцияда көрсетілгеніндей, республиканың егемендігі оның бүкіл аумағын қамтиды делінген. Мемлекет өз аумағының тұтастығын, қол соғылмауын және бөлінбеуін қамтамасыз етеді. Қазақстан армиясында біздің республикамыздағы барлық ұлттар мен ұлыстардың өкілдері қызмет етеді. Онда олар әскери жолдастық пен әскери туысқандықтың өзіндік мектебінен өтеді. Егеменді Қазақстанның қарулы күштері алдыңғы ұрпақтың ең үздік әскери дәстүрін, ұрыстық әрекеттерге қатысып, құрметті атауларға ие болған, ұрыс наградалары мен марапатталғандарды еске сақтап, құрмет тұтады. Армия народная, мы должны все о ней заботиться. Я даю высокую оценку сегодняшнему военному учению. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ішкі қызмет жарғысында жеке құрамды жауынгерлік дәстүр рухында және өз бөліміне деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеу. Өлім туына әскери ар-намыс, айбы мен даңқ нышаны ретінде қарау. Солдаттардың, сержанттар мен офицерлердің қаһармандық жеңісін түсіндіре тарату талаптары бейнеленген. Жауынгерлік дәстүрлерді насихаттау жауынгерлік және қоғамдық гуманитарлық дайындықтың бір бөлігі. Қазақстан армиясы жастар үшін қазақстандық патриотизмнің шынайы мектебі болуы керектігін, біздің халқымыздың даңқты еңбек және жауынгерлік дәстүрін көбейте түсуі қажет. Жауынгерлік ар-намыс пен абырой, әскери антқа, жауынгерлік дәстүрге адалдық кездейсоқ қалыптаса қалмайды. Ол адамда ел өмірінің барлық барысы мен тәрбие жұмысының кешені арқылы өткізілетін армия өмірі арқылы тәрбиеленеді. Қарулы күштердің ұрысқа дайындық деңгейі мен біздің мемлекетіміздің Қазақстан Республикасының қорғаныс қабілеті көбіне
әскери қызметшінің өзінің жауынгерлік шеберлігін жетілдіруіне, идеялы көзқарасы мен саяси санасын көтеруіне, әскери тәртіп пен жарғылық тәртіпті нығайтуына байланысты болады. Арайлап таңым, асқақтап тауым, ән ойнап көгім, күй тартып көгім. Әскери бөлімнің жауынгерлік туы әскери бөлімнің еңбегін айқындайтын, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне жататындығын көрсететін ерекше құрметті белгі. Әскери бөлімнің жауынгерлік туы жауынгерлік ар-намыстың, айбын мен даңқтың нышаны, батырлық дәстүр мен қасиетті борышты еске түсіруге қызмет етеді. Жауынгерлік туды әскери бөлім құрылған кезде Қазақстан Республикасы президентінің атынан Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің өкілі тапсырады. Жауынгерлік ту әскери бөлімде атауы мен нөмірінің өзгеруіне қарамастан тұрақты түрде сақталады. Жауынгерлік ту әрқашан өз бөлімімен бірге жүреді, ал ұрыс даласында бөлімнің ұрыс әрекетін жүргізіп жатқан ауданында болады. Қоғамның топтасуының бағыттарының бірі қазақстандық патриотизм тәрбиелеу идеясы болуы тиіс. Шынайы патриотизмді қалыптастыру, жеке тұлғаның нық саяси тұрғыда өзін-өзі нақты айқындау деген сөз. Оны мемлекет туына, ел таңбасына, әнұранына құрметпен қарауға, заңға бағыну, үкіметті сыйлауға тәрбиелеуден басталады. Әрбір адам бала жасынан Қазақстан менің отаным, ол мен үшін жауапты болғаны сияқты, мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды меңгеруі керек. Республика жастарын отан қорғаушы ретінде жауынгерлік және адамгершілік жағынан жан-жақты тәрбиелеуде, елдің тағдыры жас егеменді мемлекеттің қауіпсіздігі алдында жоғары жауапкершілік сезімін қалыптастыруда әскери қызметтің орны зор. Армия жасөспірімдердің азаматтық қалыптасуын аяқтайды десе де болады. Жас әрі орнықпаған мінезін шыңдайды, ұйымшылдыққа, тәртіпке үйретеді. Жастарды тәрбиелеудің мемлекеттік жүйесінің құрамды бөлігі бола отырып, қарулы күштер жастар үшін өмір мектебі болып есептеледі. Әскери қызметтің ұйымшылдық рухы, оның қоғамдық құрылымы, тәрбиелеу процесінің кешенді сипаты, жауынгерлердің саяси шынығуын, ерлігін, жоғары моральдық адамгершілік қасиеттерге ие болып, әскери шеберлік, патриоттық пен интернационалистік қасиеттерді қалыптастырудың тікелей ортасы болып табылады. Әскери қызметте, әскери шынығудан өткен жастардың бейбіт еңбекте де өздерін өте жақсы жағынан көрсететін көптеген мысалдар дәлелдеуде. Қазір патриот болу дегеніміз еліміздің экономикасын нығайту, оны кез келген сыртқы қастандықтардан қорғауға дайын болу, әскери міндеттің жауапкершілікпен қорғау деп түсінемін. Жауынгердің патриотизмі, оның өз бөліміне деген сүйіспеншілігінен, бөлімнің жауынгерлік туына, кеменің жалауына адалдығынан, оларды ұрыста табандылықпен қорғауға дайындығынан, халықтың жауынгерлік дәстүріне адалдығынан, өздерінің күнделікті еңбегі мен даңқты ерліктері арқылы біздің қаруымыздың жауынгерлік даңқын арттырудан да көрінеді. Әрбір жауынгердің патриоттық және интернационалдық міндеті елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға қосқан жеке үлесі бөлімшелерді жауынгерлік дайындықта, жоғары деңгейде ұстау, жауынгерлік шеберлігін жетілдіру, тәртіп пен реттілікті нығайту болып табылады.